Шағының ұлы адамдарының бірі ғана емес, 20 ғасырдың ұлы тұлғасы Қаныш Имантайұлы Сәтпаевтың 125 жылдық мерейтойына орай қазақ ғылымының атасы Қаныш Сәтпаевқа 125 жыл алтын ғұмырталық кешімізге қош келдіңіздер. Сіздермен бірге жұлдыздар әлемі бағдарламасы. Кешімізді бастамас бұрын Алижанның орындауында әсем күйді қарсы алайық. Орнында. Қаныш Имантайұлы Сәтпаев 1899 жылы 14 сәуірде Павлодар облысында Баянауыл ауылында туған. Ол өте атақты, өте күшті жазушы, оның көптеген шығармалары бар. Оның артында геолог, оның профессор, доктор, және де көптеген мектептерді қалаған екен, ғылыми мектептерді қалаған. Қаныш Сәтпаев үстіне сөзде көріп отырғанымыздай, бұл бізде қазақ КСР-ға осы Қаныш Сәтпаевпен бірге геолог институтынан келген. Ана суретте Қаныш Сәтпаев энергетиктер, геологтар және де гидрогеологтар ертіс және Қарағанды трассасын оны қарап жатыр. Бұл бізде 1960 жылы қараған екен. Енді Қаныш Сәтпаевтың қысқаша өмірбаяны. Қаныш Сәтпаев Павлодардағы қазақ орыс мектебінде, Семей мұғалімдар семинарияда, және де Томск технология институтында, Тау-Кен факультетінде оқыған екен. Ол Қаныш Сәтпаев Семейде оқығанда ол көптеген жазушылармен оқыған. Оның біреуі бізде Мұхтар Әуезов болған екен. Осы Қаныш Сәтпаев Семейге келгенде оның несі басталды, семинариясы басталған екен. Осы Семей қаласында Қаныш Сәтпаев, Ахмет Байтұрсынұлы, Жақып Дулатов және де басқа жазушылармен кездескен екен. Олар Мұхтар Әуезов және де олармен бірге оқыған екен. Осы Семей семинариясында оқыған. 1904 жылы Семей мұғалімдер семинарына ол түсіп, осы 4 жыл оқыған екен. Жақсы, геология ғылымында маңызды орын
стратегический жинағына қазақтың 25 әдіс қосты. Қаныш Сәтбаев қазақ орта мектептерінде жоғарғы және төменгі оқушыларға автобиографияны жазады. Ал 1924 жылы 25 жасында оны қазақ тіліне аударады. 592 беттік қолжазба артынша латын графикасында 1929 жылы көшірілген. Қартайған кезінде Қаныш Сәтбаев мұғаліміне сол үлкен үдеріске үлкен үлес қосты. Оның бар болмысы жан танымы, азаматтық құштарлығы және ғылыми алаңы барлық халықтардың өркениетті өмірге жету жолына арналды. Қай жерде қандай отбасыда дүниеге келді? Қаныш Имантайұлы 1899 жылы 17 сәуірде қазіргі Павлодар облысында Баянауыл ауданында Имантай бидің отбасында дүниеге келген. Кезде бала болған соң отбасында еркек баласы болатын. Бұған Ғабдулғали деген есім қойды. Қаныш атамыз туралы сен не білесің? Үлкен ұлы Ғабдул Ғалиевті деп еркелеткен. Оның Қаныш деп атаған себебі оның мектеп журналында Қаныш деп жазылып тұрған арғын тайпасы сөйлейтілі қарғыс бөлімінен шыққан. Қаныш Сәтбаев туралы ұғымыңызда бар. Жайлы білсек, жалпы ол кісі қандай тілдерді жетік меңгерді? Әлжан. Қаныш Сәтбаев ауыл ордасында білім алады. Ол араб, парсы тілдерінде оқыған. Кейінгі 2 жыл бұрын көлемінде Сәтбаев уездегі алғашқы қазақ орыс мектебінде білім алады. Мектеп Ақкелін ауылында ашылады. Айша, бұл туралы сен айтасың. 1910 жылдан бастап Павлодардағы 2 сыныпта орыс қазақ училищесіне аттанады. Мектептен берілген пансионда тырнай әбікей ағасының пәтерінде тұрады. Аталған білім ордасын мерзімінен бір жыл бұрын аяқтайды. 1930 жылы Семей мұғалімдер семинариясына түсіп, бастауыш мектептерге орыс тіліне сабақ беруге куәлік беріледі. 1930 жылы Павлодардағы 2 жылдық училищесінде болған. Ол Семейге келіп, 15 жасында Семейге келіп, семинарияда білім алғысы келген. Оған Семейге келуге берген әбікей есімді қыз болған. Қазақтың әкесі, өзінің енші баласын алшақ қайтыруды өзіне намазылған. Аша білген академик Қаныш Сәтбаев қазақ халқы мен Қазақстан тарихындағы зор құбылыс. Бұл аса көрнекті ғалым, биолог қана емес, өз заманының әйгілі табиғат зерттеушісі, әлемдік өреге көтерілген ойшыл ғұлама. Қалай ойлайсыңдар? Осы дәрежеге Қаныш атамыз қалай жеткен екен? Сізді жақсы көретін Қаныш Сәтбаев Семейдегі кітапханаға барып, Семейдегі құм шалдарын сыры деген кітапты оқиды. Бұл оның қызығушылығын оятады. Ол кітапта көп ғылыми терминдер бар болса да, оны түсінбесе де, пайдалы қазба мен металлургияларға ойын құрады. Қаныш Сәтбаев мұғалімдер семинариясында да Павлодардағы училищесінде де үздіктердің қатарында болады.
Ол бәр сабақтарға қатысып, білімге деген құштарлығымен көзге түседі. Абай Құнанбаевтың өмірден өткеннен 10 жыл болған кез еді. Осыған орай кеш ұйымдастырылған болатын. Бұл кеште Қаныш Сәтбаев, Топайкөк, Баянауыл, Көзінің қағасы деген әндерді орындаған. Және сонымен қоса бұл кеште Сұлтанмахмұт туралы бұл кеште Ахмет Байтұрсынов және демократ ақын Сұлтанмахмұтұлы Топайкөк кездесті. Биология ғылымының дамуында алтын әріптермен жазылатын ірі тұлға ұлы ғалым атамыз тек Қазақстан ғана емес, басқа елдерде шындаған Бернат. Ахал көзіресі әсер етеді. Сол себептен мұғалімдер семинариясы дұрыс өтпей қайта үзілістері бірнеше күнге созыла беретін. Бірақ бұндай алып-қашықтарға қарамай 1918 жылы 19 жасында Қаныш атамыз семинарияны аяқтап, сол жылы Ресейдің Томск қаласына білім алады. Қаныш Матайұлы Сәтбаевтың геологиялық ғалымдық өмір Қазақстанмен тікелей байланысты. Ғұлама ғалым Ұлытау өңірінің бай қазыналы екендігін дәлелдеген бір ғылыми еңбегінде біздің қолымызда бар бүгінгі нақты мәселелер. Иматұлы 1929 жылы Қарсақбай алқынып болашағы туралы айтқан. Және де жезқазған мызға бай өңір деген. Тағы да Оралдың мызға бай деген. Американың тағы да мызға бай деген. Бұл жазған неткен данышпандылық. Қажылтай Ұлттау Қазақстанның металлогиялық картасын жасағанда Жезқазған өңірінде мыс мол, қорының қысқары, оның сарқылмас қазынасы, кен жыныстарының құрамында химиялық элементтер атап айтқанда қорғасын, мырыш, алтын күміс, чурма, кадмий, селен, теллур, рений, осмий сияқты бағалы металдарын өндірістік жолмен бөліп алу арқылы кен өндіруден түсетін қыруар байлықты еселей түсуге болады. Әлемдегі жер қойнауындағы ренийдің 30%, ал осмий 187 изотопының 99% жезқазған мыс кендердің құрамындағы шоғырланған екен. Жыл салығы Жезқазған Қазақстанның артық қалса, Жезқазғанды әділге танытқан Қанекең Қаныш аға еді. Өте сен айтасың. 1961 жылы Қаныш Сәтбаев басқарған Қазақстан ғылыми академиясында сессия өткізілген. Бұл сессияда өлкей Жезқазғанның мәселелеріне болашақ проблемасын талқылаған. Тағы да Қаныш Сәтбаев ғалымдардың міндеттерін дәлелдеп айтқан. Қиын кездерінде КСРО ғылым академикасының оның кәсібілігі мен еңбекқорлығын жоғары бағалай отырып, қажетті қолдау көрсетті. Оның жеке басын жақсы тани отырып, КСРО-ға президенті А.Н. Неспияновты
Сатпаевқа Орал бөлімшесінің басшысы немесе географиялық бөлім төрағасының орынбасары лауазымын ұсынады. Сен айтасың. КСРО Ғылым академиясының қолдау арқасында Сатпаев геологиялық ғылымдар институтының директоры лауазымын сақтап және орталық Қазақстанның болжамды металлургиялық картасы құру бойында өзінің жұмысын жалғастырды. 7 жылдан кейін Сатпаев орталық Қазақстан 1951 жылы Сатпаевқа тағылған айыпқа қайта қаралып, ғалым кінәсіз болып табылды. 1955 жылы ол қайтадан Мәскеуде Қазақ КСР Ғалым академиясының президенті болып атанды. Және 1956 жылы Қазақстан коммунистік партиясының орталық комитет мүшесі болып атанды. Жағасының толы сүргін кезінде атылып кетуі және 1952 жылдары ұлтшылдыққа қарсы науқан кезінде Қазақстан Ғылым академиясының президенті қызметінен босатылып пайдалануы оның денсаулығына ауыр әсер етті. Академик 1964 жылы 31 қаңтарда Мәскеу ауруханасында 65 жасқа толған жылы дүниеден озды. Атасы Қаныш Сәтпаевқа 125 жылы аты кешімізді Әбділда Тәжібаевтың монологтар аты драмалы поэмасындағы қаншаға атынан айтылатын ақырғы өсиетімен аяқтағымыз келеді. Енді жақсы, рахмет. Бұл сұхбат қызықты болды деп ойлаймын, көп нәрсе білдік. Енді осыны бекіту ретінде ворд-вол ойынын ойнап шықсақ. Сұрақтарға кім жауап береді, иә? Кім жауап береді? Иә, жаңа айтылған болатын. Иә, Масур? Қаныш Сәтпаев 1999 Жақсы. Жарайды, келесі сұрақ. Кім жауап береді? Иә, Сабина. Сұрақты оқы. 1925 жылы алтын қазақ орта мектептерінің оқушылары үшін практикасында қандай орындайды? Антрополог орындайды. Жақсы, дұрыс, молодец. Ары қарай. Туылған жері Қаныш Сәтпаевтың қай жерде туылыпты? Баянауыл, иә, Павлодар облысының Баянауыл. Жақсы, дұрыс айтайын. Қандай күн жаңағы белгіленген осы Қаныш Сәтпаевтың туған күні деп, иә? Кім жауап береді? Қандай күн? Жауап бар ма? 12 сәуір. Біздің тақырыбымыз қалай еді өзі? Иә. То есть бұл атаулы күн, иә? Атаулы күн деп есептеледі. Жақсы. Так, ары қарай. Так, есімі белгілі Қаныш Сәтпаевтың. Не белгілі Қаныш Сәтпаевтың есімімен не қойылған? Дауыстарды шығармайтындар. Жүргізушілер сендерге де жауап беруге болады. Қаныш Сәтпаев ол кісі Қазақстаннан шыққан геолог ғалым.
Геолог тағы да нақты біреу жауап берсе кім жауап береді? Так. Сонымен ол көбінесе Қазақстанда геолог деп танымал, иә, солай ма? Иә, жақсы, дұрыс. Келесі. Шың есімі қалай? Қалай шектеледі? Ернат айтқан, иә, Айсұлтан жауап бере ма? Бөкеш, иә, дұрыс, жақсы, Бөкеш. Так, енді ең ақырғы сұрақ. Жезқазған кен орнына. Так, оқулық жазды қандай? Иә. Жақсы, дұрыс. Қанша? 592 оқулық. Жақсы. Енді ары қарай кешімізді жалғастырып, жаңағы 6 бұрыш ойын ойнайық, иә? Кім жауап береді? Так, үстідегі сұраққа. Оқимыз. Сабина, оқимыз. Қаныш Сәтбаев мұғалімдер семинариясында көмкермен оқыған. Ол Мұхтар Әуезов Дұрыс. Ильяс Жансүгіров деп аталған. Бұл туралы бізде Нұрай айтқан болатын, иә? Кімдермен оқыған. Так, Нұрай толықтырып жүрсен, дұрыс жауап берді ме сұраққа? Қаныш Сәтбаев Нұржан Дулатовпен және Ахмет Байтұрсыновпен оқыған. Жақсы, жақсы. Ең басынан сұрақ? Оған қайтадан сол сұрақ қойды ма? Давайте на сұрақ. Айша оқыңыз. Қазақстан ғылым академиясы Қазақстанға тұңғыш президенті болып жылы сайланды. Қай жылы? Тамерлан біледі ғой деймін, иә, бұл сұрақты жауабы. Қай жылы сайланды? Ол жақсы. Сұрақты оқыңыз. Так, кім жауап береді? Лауазымдары қандай болды? Қандай должность, иә? Қандай берді оған? Қазақша. Оған ұсынды, иә? Иә, бірақ ол не істеді? Сосын қай жылы бас тартты? Қай жылы? 1952 жылы бас тартты. Және үйге кеткен. Дұрыс айтасың, жақсы, рахмет. Так, келесі. Дина сұраққа жауап. Кім оқиды? Адима сұраққа жауап. Қаныш Сәтбаев Қазақстан ғылым академиясы Қазақстанға тұңғыш президенті болып қай жылы сайланды? 1952 жыл. Жақсы, рахмет. Ары қарай сендерге сұрақ. Айлы или кім? Айтайыр оқыңдар. Қаныш Сәтбаев математика
әдебиетіне қандай үлес қосты? Жауап бар ма? Қандай үлес қосты? Кім жауап береді? Қаныш Сәтбаев қазақ әдебиетіне. Не істеді қазақ әдебиетіне? Астағашы бірі өтіп қарады. Қазіргі жәдігерлерді осымен қазақ ғылымының атасы Қаныш Сәтбаевқа 25 жыл ғұмырнамалық режимімізді аяқтаймыз. Кездескенше сау болыңыздар. Жақсы, рахмет. Сұхбат қалай болды? Жүргізуші Аяланы және Сағынбекпен Жұлдыздар әлемі бағдарламасы. Иә? Қалай өтті соның әсерін айтып кетсеңдер? Иә, Тамерлан? Бүгін сын сабақты өте жақсы өткен, наша сабақты өте жақсы өткен, Қаныш Сәтбаев жолы өте көп өткен, және де оның қашан туғанды білгеніміз, ол немен айналысты, және әділі көп күшті нәрсе Көп мәліметтер алыңдар, иә? Жақсы, яғни әр топтың өз алып келген мәліметтері өте көп, иә? Сұхбат беру өте қызықты болды деп ойлаймын. Так, ары қарай тағы да кім айтып кетеді? Өз ойын. Так, мына жақтан Әбілмансұр айтып жіберіңізші. маған бүгін шығармам өте мен Қаныш Сәтбаев туралы көп мәліметтер білдім. Жақсы, Айлин, иә? Қол көтеріп отырған. Ашық сабақ өтуді біз Қаныш Сәтбаев туралы мәліметтер білдік, сұрақтарға жауап бердік, қай жылы туғанын білдік, маған ол сабағын ұнады. Жақсы. Сабина. Біз Қаныш Имантаев Сәтбаев туралы көп білдік. Оның өмірбаяны, еңбектері, жетістіктері және тағы да басқаны білдік. Сабақты қатты ұнады. Біз Қаныш Сәтбаев туралы көп мәліметтер білдік. Қай жылы туғанын, қандай кітаптарды оқығанын, кім болғанын